Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында испанский чизкейк дайындайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ең бірінші ыдысымызға біз творожный сырымыз салып аламыз. Оның үстіне сливки құямыз. Сливкиді құйып болғаннан кейін 140 грамм қант салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біз міне қантымызды, творожный сырымызды, сливкимізді жақсылап араластырып алдық. Енді бұның үстіне 3 жұмыртқа салатын боламыз. Олардың әрқайсысын кезек-кезек салып, жақсылап араластырып аламыз. Сол кезде біздің пирогымыз жақсы көтерілетін болады. Енді бір қасық лимон қышқылын салып, оны да араластырып аламыз. Одан кейін бір ас қасық кукуруз крахмалын саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне біз ыдысымызды алдық. Енді осылай жақсылап дайындалып аламыз. Жаңа шет-шетіне ағып кетпеу үшін. Енді міне дайын болған осындай массамызды үстіне құямыз. Міне құйып алғаннан кейін біз ыдысымыздың шет-шетінен ұрып, жақсылап орнықтырып аламыз. Сөйтіп 180 градуста 40 минутқа осылай пешке саламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Енді бұны 2 сағатқа қойып қоямыз. Біз енді шоколадымызды осылай ерітіп аламыз. Оның міндетті түрде чизкейктің бетіне жағатын боламыз. Міне біздің чизкейкіміз 2 сағат тұрды. Енді оны шешіп, үстіне шоколад жағатын боламыз. Достар, біздің бүгінгі жасап жатқан пирогымыз ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, коммент жазып, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай шоколадты бетіне жағамыз. Енді чизкейкіміздің үстіне сахарный пудра себетін боламыз. Бұл біздің пирогымызға бір жағынан көрік береді, бір жағынан дәмін кіргізеді. Міне біздің дайындаған чизкейкіміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.